Баршаңызға қайырлы күн көрермендер, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен кез келген мерекелік дастарханымыздың көркін ашатын, дәмі тіл үйретін, небәрі 5 минутта дайын болатын, дәл осындай кереметтей цезарь салатының жасалу жолымен бөлісемін. Жасалу жолы түсінікті болу үшін видеоны өткізіп алмай, соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Бұл салаттың жасалу жолы өте оңай, яғни құрамы қарапайым заттардан тұрады. Ең алдымен біз салатымыздың соусын дайындап аламыз. Ол үшін бізге майонез және де қабығынан аршылған 2 немесе 3 тісше чеснок қажет. Чесногымызды дәл осылай майдалап, турап алып, майонезіміздің үстіне салып, қасығымыздың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Салатымыздың құрамы бойынша бізге пекин капустасы, жұмыртқа және де кептірілген нан, майонезіміз, яғни соусымыз, черри помидорларымыз, қайнатылған тауықтың төс еті, үккіштен өткізілген сыр қажет. Пекин капустасын осылай жұмсақ жерлерін қолымыздың көмегімен осылай майдалап бөліктерге бөліп аламыз. Келесі кезекте черри помидорларымыздың керек емес артық жерлерін алып тастап, теңдей 2 бөлікке бөліп аламыз. Немесе помидор қолдансаңыздар да болады. Қайнатып алған жұмыртқамызды да осылай теңдей 4 бөлікке бөліп аламыз. Тауық жұмыртқасының орнына бөдене жұмыртқасында пайдалансаңыздар тіптен керемет болады. Қайнатып алған етімізді дәл видеодағыдай ұзынша көлемде ірілеп турап аламыз. Салатымызды жинау үшін пекин капустасының үстінен турап алған черри помидорын және де бөліктерге бөліп алған жұмыртқамызды және де кептірілген нанымызды осылай ақырындап салып аламыз. Салатымыздың бетін безендіруге шамалы черри помидорын жұмыртқадан және қатқан нан мен тауық етінен шамалы алып қалуды ұмытпаңыздар. Осылай дайындап алған соусымызды салып, оның үстінен қайнатылған етімізді, дәміне қарай шамалы шым-шым тұзымызды салып, салатымызды жақсылап араластырып аламыз. Салатымыздың неғұрлым соусы көп болса, соғұрлым біздің салатымыз өте дәмді болып шығады. Осылай жақсылап араластырып алғаннан кейін кез келген ыдысымызға осылай ақырындап барлығын тізіп салып шығамыз. Дайын болған салатымыздың үстін безендіру үшін алдын ала алып қалған тауық етін, черри помидорымызды, кептірілген нанымызды және де жұмыртқамызды оны да тізіп қойып шығамыз. Салаттың жасалу жолы ұнаса, менің еңбегімді бағалап, каналыма тіркеліп, лайктарыңызды аямай басып, өз пікірлеріңізді де жаза кетіңіздер. Әрбір жазылған пікір менің каналымның дамуына аз да болса өз үлесін тигізеді. Осылай барлығын қойып шыққаннан кейін үстінен үккіштен өткізілген ірімшігімізді сеуіп шығамыз. Осымен біздің небәрі 5 минутта дайын болған дәл осындай кереметтей цезарь салатымыз дайын. Дәл осы цезарь салатын ұнатпайтын жан жоқ деп ойлаймын. Сол себепті кешкілік ауызашарға отбасыларыңызға жасап көруді ұмытпаңыздар. Видео ұнаса, мені қолдап, поделиться батырмасын басып, жақындарыңызбен де бөлісіп қойыңыздар. Сонымен қатар қоңырауша белгісін де баса кетуді ұмытпаңыздар. Сонда менің әрбір салған видеом бірінші сізге көрінетін болады. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр. Келесі видеода жолыққанша аман сау болыңыздар.